Саламатсыздар ма? Видеоға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен ВОП врач болып жұмыс жасаудың қандай артықшылықтары бар және қандай кемшіліктері бар, сол туралы ашық айтатын боламын. Жалпы бұл видео кімдерге пайдалы болады? Ең біріншісі, егер сіз ВОП болсам ба деп ойланып жүрген болсаңыз, екіншісі, резидентураның қай саласын таңдауды білмей жүрсіз. Сондықтан дәл қазір ВОП болып жұмыс жасап көрем. Одан кейін дальше резидентураға түсем деп пландаған болсаңыз, немесе қазір интернатурада оқып жүрген болсаңыз және диплом алғаннан кейін бірден жұмысқа кіргіңіз келсе, және декреттегі интерндер, мысалы диплом алғаннан кейін мүлдем жұмыс жасамай үйде отырған ВОПтарға, сонымен қоса дәл қазір резидентурада оқып жүргендер, мысалы әлі өзімнің диплом алуға 2 жыл бар, бірақ мен осы уақыт аралығында ВОП болып жұмыс жасап көрсем ба деп ойланып жүрген болсаңыз, осы видео сізге пайдалы болады. Жалпы ВОП врач болудың қандай артықшылықтары бар? Ең біріншісі, ол өте мықты практика жинайсыз және базалық білім қалыптасасыз. Мысалы, біз 7 жыл бойы оқыдық, ең жиі кездесетін аурулар, мысалы бронхиальды астма, сахарный диабет, пневмония, өте тас деген сияқты ауруларды оқыдық, бірақ шын мәнінде практикаға келген кезде біз пациентке назначение беруге қорқамыз. Жалпы универ бітірген 95% интерндердің барлығы диагноз қоюға, назначение беруге қорқады. Менде де дәл сондай қорқыныш болған. Неге? Себебі біз тек қана теория жүзінде оқып, оны практикада қолданбағандықтан, және жалпы универде оқыған кезде нақты қандай дәрілер береміз, қандай дозада, соларды үйренбегендіктен жалпы жұмысқа жасауға қорқыныш болады. Ал егер интерндер мысалы бірден резидентураға түсіп кететін болса, мысалы офтальмология немесе гинекологияға түсіп кететін болса, онда өзінің саласы бойынша бірнеше жыл оқып, одан кейін диплом алғаннан кейін тек сол сала бойынша ғана жұмысқа кіреді. И дальше ол өмір бойы, мысалы туыстары ауырса, өзінің баласы ауырса, немесе басқа пациенттер сұраса, ол қарапайым жаңағы өте тас, сахарный диабет, АГ деген сияқты ауруларға назначение бере алмайтын болады. Неге? Себебі онда ешқандай практика болған жоқ. 7 жыл оқыса да практика болған жоқ. Ал егер сіз резидентураға түспестен бұрын ВОП болып ең азында мысалы 1-2 жыл жұмыс жасайтын болсаңыз, өте мықты практика қалыптасады. Себебі бізде ВОПтарда минимум күнделікті 20-30% келеді, и олардың барлығы күнделікті келетін өзі бір аурулар бар, жиі қайталатын. Сол аурулар күнделікті келгендіктен сіз үнемі контакт болғандықтан, оған диагноз қойып емдеп көргендіктен уже сізде мықты базалық білім қалыптасады, және сіз дальше ол резидентураға түсіп кетсеңіз де сізде ол білім қалады өмір бойы. Мысалы, өзіңіздің балаңыз ауырса, ертең педиатрға алып бармайсыз, үйде мысалы ата-анаңыз сахарный диабет, давление, мысалы қобыл, астма деген сияқты қарапайым ең жиі кездесетін ауруларға сіз өзіңіз қорықпай лечение бере алатын боласыз. Даже өзіңіздің жеке салаңыз бойынша жұмыс жасап жүрген болсаңыз да. Одан кейін келесі бізде сұраныс, ВОП болудың артықшылығы, ол сұранысы өте жоғары және стажсыз жұмысқа алу. Мысалы, көп узкий специалистерді тек стажбен ғана жұмысқа алады, әсіресе частный клиникаларда, Ал бізде ВОПтарды кез келген жерге ешқандай стажсыз жұмысқа алады, себебі сұраныс өте жоғары, ВОПтар жетіспегендіктен. Даже мысалы сіз жұмысқа кіретін болсаңыз, сізді стажировкаға қойып қояды, стажыңыз жоқ болса, және бір врачтың алдында мысалы 2 ай бойы стажировкада жүріп, барлығын үйреніп, одан кейін уже сол жерде жұмысқа орналасып, жасап кете аласыз. Ал басқа нелерде, узкий специалистерде мысалы бірнеше жыл стаж жоқ болса, оларға жұмыс табу қиын болады. Одан кейін үшіншісі, ол жоғары табыс және ыңғайлы график. Мысалы, басқа узкий специалистермен, басқа врачтармен салыстырғанда, ВОПтар бізде ең жоғары айлық алатын врачтар болып есептелінеді. Мысалы, сіз ауылда жұмыс жасайтын болсаңыз, бір ставканың өзіне ең аз 300 мың теңге зарплата төленеді. Ал егер 1,5 ставка болса, онда 400 мың теңге зарплата алып жұмыс жасайсыз. Ол СКПНен бөлек, Одан кейін, ал қалада жұмыс жасайтын болсаңыз, онда қалада ең аз 250 мың теңге зарплата бір ставкаға. Бірақ көп ВОПтар бізде врачтар жетіспейтін болғандықтан 1,5 ставкада, бірде 25-те жұмыс жасайды. Сондықтан қаланың өзінде 350 мың теңге дейін. Алғашқы енді ешқандай стаж жоқ, енді жұмысқа кірген врач, ешқандай опытсыз 350 мың теңге дейін зарплата алып жұмыс жасауға болады. Сонымен қоса бізде СКПН беріледі, 3 ай сайын бір рет СКПНді даже 1 миллионға дейін жинауға болады. Именно сол 1 миллионның бізде 35%-ын ВОП врач алады. Қалғаны уже мысалы медсестраларға бөлінеді. Сондықтан сіз өзіңіздің 350 мың зарплатаңыздан бөлек, мысалы тағы 3 ай сайын солай 300-350 мың теңге қосымша табыс табу мүмкіндігі бар. Сонымен қоса ыңғайлы график. Мысалы, басқа врачтарды салыстырғанда, мысалы операция жасайтын врачтар, дежурствоға түсетін врачтарда, мысалы гинекологты алатын болсақ, ол өзінің жаңағы сменасы бітіп жатқан кезде
егер пациент операцияға түсетін болса, ол операцияға кіріп кетеді және ол операциядан неше сағаттан кейін шықса, сол уақытта оның жұмыс уақыты бітеді. Ол яғни мысалы менде жұмыс уақыты 6-да бітеді деп, 6-дан кейін операцияны тастап шығып кете алмайды. Онда андай нақты график жоқ. Мысалы дежурство жедел жәрдемде жұмыс жасайтын врачтар, олар мысалы прям суткаға жұмыс жасайды, суткаға түседі. Ал бізде воптарда ондай график жоқ. Бізде поликлиника таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды. Соның ішінде именно 6 сағатта врачтар приемда отырады. Мысалы сіз таңертең 8-де барсаңыз, уже түске дейін ғана прием жасайсыз. Ал түстен кейін егер вызов жоқ болса, уже полный босс болып есептелесіз. Даже қосымша жұмыс жасауға болады, возможность бар. Одан яғни сізде нақты график болады. Одан кейін келесі, мына жерде мен өзім пример ретінде қойып қойдым. Өзімнің зарплатамда мен мысалы 2 участокта жұмыс жасаған кезде ауылда 500 мың теңге дейін зарплата алған кездерім болды. Бұл жерде менде стационар плюс стационар болған детский. Енді мына жерде мен подъемныйды қойып қойдым. Мысалы бізде воптарға жаңағы шет жерлерге, дипломмен ауылға деген жоба бойынша солтүстік Қазақстанға мысалы, мен өзім Қостанайға бардым, Қостанайда алдым. Солай жұмыс жасайтын болса, онда оларға қосымша подъемный ақша төленеді. Мысалы, мен 5 миллион теңге алғам, ал қазір 5 миллион теңгеден 10 миллион теңге дейін подъемный беріп жатыр. Одан кейін келесі бізде жауапкершілігі аздау. Негізі көбісі айтады, мысалы, воптардың жұмысы қиын деп, ал мен олай есептемеймін. Себебі басқа врачтарға салыстырған кезде воптардың жұмысының жауапкершілігі аздау, оңайлау. Неге? Себебі мысалы элементарно салыстырып көретін болсақ, жүрекке операция жасайтын врачтар, ол жүрек ашық тұрған кезде операция жасайды. Кардиохирургтар, мысалы нейрохирургтар миға операция жасаған кезде 10 сағаттап аяқта тұрып, мысалы ешқандай перерывсыз операция жасайтын кездер болады. Немесе неонатологтар алатын болсақ, 700 грамм болып туылған балаларды өмірін құтқарып қалу керек кездер болады. Немесе скорыйда жұмыс жасайтындар, мысалы пациентке барған кезде экстренный жағдайда пациентке 3 минут, жаңағы 5 минут ішінде максимум диагноз қойып тексеріп оған алғашқы көмек көрсетпесе пациент қайтыс болып кететіндей жағдайлар болады. Сондықтан бізде ондай экстренный ауыр жұмыс емес, көбінесе бізде 95% жағдайда хронический аурулар келеді. Сондықтан жауапкершілігі аздау деп есептеймін воптардың жұмысын басқа врачтарға қарағанда. Одан кейін келесі, қосымша мамандық оқып алуға возможность бар воп болып жүріп. Мысалы сіз воп болып 5 жылдық стажыңыз болса, дальше сіз первичка оқып алуға болады. Қазір первичканы полный алып тастаған, мысалы узкий болу үшін минимум 2 жыл оқуың керек резидентурада. Ал воптар 5 жыл стаж болса, онда мысалы сіз гематология деп немесе фтизиатрия деп өзіңіз ішінен тағы бір сала таңдап оқып алуға мүмкіндік бар. Ал узкийлар олай жасай алмайды. Мысалы сіз интернатурадан кейін бірден гинекологияға түсіп кеткен болсаңыз, мысалы тек қана гинеколог болып жұмыс жасасаңыз, оның дальше мысалы басқа мамандыққа ауысып кету мүмкіндігі жоқ оларда. Енді мына жерде мен дипломмен ауылға жобасы бойынша қысқаша айтып қойдым, қандай мүмкіндіктер бар. Мысалы подъемный 3 миллион теңгеден 10 миллион теңгеге дейін беріледі. Мысалы қаланың өзінде 3-5 миллион теңге беріледі қазір. Одан кейін көшіп барған жеріңізден әкімшіліктен подъемный беріледі, 400 мың теңгеден жоғары, 435 мың ба сондай беріледі. Одан кейін тегін квартира беріледі және жұмыспен қамту, сонымен қоса сізге қосымша дежурстволар беріледі, қосымша табыс табу мүмкіндігі. Одан кейін жаңағы процентсіз ипотека беріледі екен квартира алуға. Оларды тоже іздестіруге сондай варианттар бар. Енді келесі, воптарда негізі біз ойлайды, воп болып қалсам, мысалы резидентураға түсе алмай қалсам, онда тек қана мен поликлиникада қағаз толтырып отыратын врач болып қалып кетемін деп ойлайды. Мысалы менде де дәл сондай қорқыныш болған. Өзім интернатураны бітірген кезде мен роддомда болып балалы болдым, сондықтан резидентураға түсе алмадым. Сол кезде менде барлық группаластарым резидентураға түсіп жатқан кезде менде сондай ой өткен. Мысалы мен енді жаңағы тек қана қағаз беріп отыратын врач болып поликлиникада қалып кетемін деген. Негізі воптарда ол поликлиникадан табыс табу тек бір ғана вариант. Мысалы поликлиникада сіз воп болып жұмыс жасай аласыз, немесе педиатр, немесе терапевт болып жұмыс жасауға болады. Себебі воптар и балаларды, и взрослықты қабылдағандықтан үшеуін де болып жұмыс жасай аласыз. Мысалы егер вопқа жұмыс жоқ болса, онда чисто терапевт, учаскалық терапевт болып та сіздің дипломыңызбен жұмыс жасап кетуге болады. Одан кейін келесі, частный клиникада жұмыс жасауға болады. Мысалы бірнеше жыл сіз басында практика жинап аласыз, одан кейін уже частныйға кіруге болады. Себебі егер сіз диплом алғаннан кейін бірден частныйға кіретін болсаңыз, ол жерде жұмысты алып кету қиын болады. Практика жоқ болғандықтан. Неге? Себебі кейбір пациенттер мысалы учаскалық врачқа көрінгісі келмей, әдейі мысалы платныйға, частныйға барады, ал ол жақтағы частныйдың білімі сондықтан мына учаскадағы врачқа қарағанда мықты болу керек. Сондықтан бірнеше жыл жұмыс жасағаннан кейін сіз қосымша частныйда жұмыс жасап табыс таба аласыз. Одан кейін қосымша кезекшілік, мысалы дежурствоға түсетін болсаңыз, бір дежурствоның өзінен түнгі мысалы кезекшілікке 20 мың теңге төленеді. Егер сіз праздник күндері түсетін болсаңыз, онда бір праздник күніне жұмыс жасағаныңыз үшін 50 мың теңге дейін қосымша табыс беріледі. Мысалы сіз бір айда 4 рет
4 рет 5 рет дежурствоға түссеңіз сіздің зарплатаңыздан бөлек плюс тағы 100 мың теңге табыс табатын боласыз. Мысалы 400 мың алатын болсаңыз плюс 100 мың теңге болса сіз 500 мың теңгеге дейін табыс табуға болады. Сонымен қоса онлайн консультациялар беруге болады. Мысалы анемия, дефициттер, хронический аурулар бойынша. Мысалы қаншама врачтар қазір инстаграмда блог жүргізіп солай табыс тауып жүр. Ең главный сіздерде бұл жерде мықты практика қалыптастырып алу керек. Бірнеше жыл жұмыс жасап, одан кейін дальше сіздерде табыс табу мүмкіндігі өте жоғары. Одан кейін элементарно мысалы жұмысты үйрету арқылы табыс тапсаңыз болады. Мысалы көп воптар мысалы диплом алғаннан кейін жұмысқа шығуға қорқады, себебі универде кмиз приказдар үйретілмейді. Ал сіз бірнеше жыл жұмыс жасасаңыз, оны толықтай үйреніп алсаңыз, сіз өзіңіздің группаластарыңызға, таныстарыңызға ақылы түрде үйретіп те қосымша табыс таба аласыз. Енді влог болудың минустарына келетін болсақ, ең біріншісі ол тек бір ғана бағыт болмағандықтан сізге үнемі даму қажет. Мысалы, біз воптар жаңағы узкий специалисттер жетіспейтін болғандықтан, мысалы мен Қостанайда жұмыс жасаймын, бізде тек бір ғана гематолог, бір ғана гастроэнтеролог, бір ғана ревматолог врачтар бар да, облыс бойынша именно жаңағы государственный жұмыс жасайтында көбісі частныйға шығып кеткен. Сондықтан пациенттер направление сұраған кезде біз бірнеше ай бойы күтіп қалу керек болады. Сондықтан біз оның барлығына ең алғашқы амбулаторный лечениенің барлығын біз воптар өзіміз беруіміз керек. Сондықтан оларға дұрыс дәлелді медицина бойынша назначение беру үшін бізге үнемі дамып отыру керек. Яғни сіз тек бір ғана бағытпен кетпейсіз. Терапия деп оның ішінде гематология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология деген сияқты барлығын жан-жақты даму қажет болады. Одан кейін келесі негізгі жұмысы документация. Мысалы, кейбір врачтар егер именно врач болудың, мысалы, пациентке операция жасау, қанмен контакт болу деген сияқты сол бөліміне қызығып, мысалы, медицинаға түскен болса, онда бұл воптың жұмысы оған сай келмеуі мүмкін, себебі бізде основной жұмыстар ол документация бойынша болады, иә. Одан кейін келесі пациентті қабылдау уақытының аздығы. Мысалы, бізде пациентті қабылдау үшін 15 минут ғана уақыт беріледі. Сіз 15 минут ішінде пациентті тексеріп, жауаптарын сұрап, анамнезін сұрап, сіз оған физический осмотр жасап, предварительный диагноз қойып, одан кейін пациентке дальше қандай анализдер тапсыру керек, егер тапсырған болса, оның результаты қандай, интерпретациясы қандай болады, одан кейін қандай назначение алу керек, оның дозировкасы қандай болады, және ол дәрілерді қалай дұрыс ішу керек, сізге қашан келу керек, больничный ол пациентке ашыла ма, одан кейін направление беру керек, соны кмистен шығарып, оған запись жазып, соның барлығын жасау үшін сізге 15 минут уақыт береді. Сондықтан сіз алғаш жұмысқа кірген кезде, егер ешқандай практика жоқ болса, егер кмисті түсінбейтін болсаңыз, онда басында алып кету қиындау болады. Тек қана практикамен ғана уже сіз жақсы жұмыс үйреніп алғаннан кейін, кмисті жақсы үйреніп алсаңыз, приказдар жақсы үйреніп алатын болсаңыз, онда сол 15 минут ішінде пациентті қабылдау мүмкіндігі бар, қабылдай аласыздар. Одан кейін келесі нагрузканың көптігі және жұмыстың көптігі. Бұл жерде жұмыстың көптігі деп именно мысалы воптар тек қана прием ғана жасап, мысалы басқа врачтар тек қана прием жасап пациентті қабылдап назначение беретін болса, бізде воптарда сол пациентті приемды жасаудан басқа да қаншама өте көп жұмыстары бар. Олардың барлығын толықтай дұрыс үйреніп алатын болсаңыз, онда барлығына үлгеріп жұмыс жасауға болады. Енді егер мен осы жыл жұмысқа кіргім келеді, бірақ мен жұмысты білмеймін, алып кете аламын ба, қолымнан келмейді, қалай үйренемін десеңіз, мен жақында тегін 2 күндік мини курс өткіземін. Ол мини курста біз воп жұмысын нөлден бастап қалай үйренуге болады, жалпы сізге нақты қандай қадамдар жасау керек, нақты 10 қадаммен бөлісетін боламын. Ол жерде біз сабақта сіз жұмысқа дайындықты неден бастауыңыз керек, информацияны қайдан оқисыз, не нәрсе сізге қажет, жұмысқа 100% керек болады, ал не нәрсені оқудың мүлдем қажеті жоқ, уақыт жоғалтудың қажеті жоқ. Сол туралы айтамыз. Одан кейін сізге оқу керек аурулар тізімі, яғни сіздің приемыңызға келетін 95% аурулар, ол қайсы аурулар, нақты сіз қайсын оқып баруыңыз керек, солардың барлығын тізімі берілетін болады, және дәлелді медицина базалары беріледі, және воптар практикасында, жұмыста кіргеннен бастап күнделікті қолданатын 10 приказ туралы айтатын боламын. Ал жалпы осы мини курсқа тегін қатысу үшін мен осы видеоның төменде описанияда сілтеме қалдырдым. Сол описание арқылы чатқа тіркеліп алыңыздар. Сол чатта біз мини курс қашан басталады, және қай уақытта болады, соның барлығын сол чатта ақпарат беретін боламын. Назарларыңызға рахмет.